1959 жылдың тамыз айында Қарағанды облысының Теміртау қаласында Қазақстан магниткасы құрылысында теміртау жұмысшыларының кеңестік жүйеге қарсы көтерілісі болды. Бұл көтерілістің тарихтан алар өз орны бар. Қысқаша тоқтала кетейік. 1950 жылдардың соңында Қазақстанға Теміртау қаласының Қазақстан магниткасы құрылысына комсомолдық жолдамамен жүздеген адамдар келді. Олар қаланың шығыс бөлігінде орналасқан Шатырлар қалашығына қоныстандырылды. Жұмысшылар ауыз сумен және азық-түлікпен қамтамасыз етудің жүйелі түрде бұзылуына, тиісті баспананың жоқтығына, еңбек жағдайының нашарлығына наразылық білдіре бастады. Осылайша 1959 жылы құрылыс алаңында 25 мыңнан астам адам жұмыс істеді. Олардың әлеуметтік мәселелерін шешу партия қызметкерлері